ұстаз тұрмысқа шығу үшін қандай дұға оқыса болады деп. Я Алла, маған ізгі, жақсы, салиқалы жар нәсіп ет деп дұға қыласыз. Оның мынандай дұға деген нәрсе жоқ. Сіздер біліңіздер. Бұл бір слово заклинание деген сияқты бір айтып қалсаң тың етіп орындалып қалады деп ойлау қате. Мына дұғаны оқысам осы нәрсе болып кетеді деп. Алла тағала тағдырыңызға жазған нәрсе болады. Сіз дұғаңызды жасаңыз. Дұғаны қазақ тілінде кәдімгі өзіңіздің ішіңізде не тұр, соның бәрін айтыңыз. Я Алла, маған салиқалы, бағанағы текті жерден шыққан, егер бай болғанын қалайтын болсаңыз, сол адалдан кәсібі бар бір бизнесмен жігітті жолықтыр деп сұрай беріңіз Алла тағаладан. Ешқандай проблема жоқ. Ұстаз, ата-енеммен тұрамын, арақ қойылған дастархан қызмет жасағаным үшін мен де арақ ішкендей күнәламын ба дейді. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам араққа қатысты, соған қатысы болған адамдардың бәріне Алланың қарғысы болсын деген, сол үшін ол өте ауыр күнә. Сіз оны түсіндіріңіз, сіздің дініңізде де құрметтесін олар. Сіз айтыңыз, енді мен сіздерді құрметтеймін, сыйлаймын, қызметтеріңіз жасаймын, істе деген тамақты істеймін, бірақ енді мынау адамдар келіп арақ ішіп отырған кезде соларға қызмет жасамайын, мен бұл дастарханда отырмайын, бұл Алланың бұйрығына, Алланың әміріне қарсы келеді деп түсіндіріңіз, күйеуіңіз түсіндірсін. Адам ғой, түсіну керек қой. Енді мысалы дастархан қызмет дегенде қонақтар келеді, сіз ет асып жатырсыз. Енді ет асқаныңыз ет асуға бола ма? Ет асуға болады, сіз харам нәрсе істеп жатқан жоқсыз. Енді бірақ мысалы олар отырып сол дастарханға отырған кезде барып соларға қызметін қылып, олар арақ ішіп отырсыз, қызметін жасап отырсаңыз, ол болмайды. Немесе бағанағы стакан тасып, арағын тасып жүрсеңіз болмайды. Ал бірақ сізге қонақ келіп, дастархан дайында деді. Сіз дастархан дайындап қойдыңыз. Арағын, шөлмегін, стакан, басқасын бәрін өздері қойып жатыр. Ол кезде оған сіздің қатысыңыз жоқ. Сіз халал нәрсені істедіңіз, қонаққа адал тамағыңызды дайындап бердіңіз. Ал қалғанын олар өздері істеп алсын. Жетшелпек тарату туралы айтыңызшы ұстаз деп. Енді жетшелпек деген бұл садақа беру ғой. Садақа беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям афшу салам ва ат'имут таам ва саллу бил-лейли ван-нас ниям деп Мәдинаға келген кезінде айтқан сөз бар. Адамдар тамақтандырыңдар, сәлемді жайыңдар, адамдар ұйықтап жатқан кезде намаз оқыңдар деген. Сол тамақтандыру садақа тұрғысынан болатын болса, ешқандай проблема жоқ. Керісінше Алла тағала оған сауабын жазады. Бірақ сон бір 7 сан 7 қылып беру керек. Ол болмаса болмайды. 7 болу керек. Одан кейін ол шелпек болу керек. Мысалы 7 лепешка болса болмайды. Яғни бір иіс шығу керек. Иіс шықса соған әруақтар келеді деген секілді түсініктер болатын болса, ол түсініктер шариғатқа қайшы. Ондай нәрсе жоқ. Майдың иісіне әруақ келеді деген нәрсе жоқ. Қайдан білесіз, әруақтар майдың иісін жақсы көре ме? Ол майыңыз қандай май? Тұштылған май ма, тұштылмаған май ма? Сол үшін иіске әруақтар келеді. Иіс шығару керек деген сөз негізі жалпы, яғни сол бір иіс шығару керек, ол болмаса болмайды деп ойлайтын болсақ, біз бидғатқа түсеміз. Оған рұқсат жоқ. Сіз 7 шелпек таратасыз ба? Қаласаңыз 7 лепешка таратыңыз. Қаласаңыз 7 самса таратыңыз. Қаласаңыз 7 шаурма таратыңыз. Қаласаңыз 7 гамбургер, чизбургер таратыңыз. Жалпы бұның барлығы садақа болып есептеледі. Одан кейін 7 емес, 8 таратыңыз, 6 таратыңыз, 10 таратыңыз. Қанша көп болса сонша жақсы. Бір 7-ге тоқтап қалу, кейін оны 7-мен көбейту, ол дұрыс емес. Сол кейбіреулер мешітке бар садақа берсе де 7 теңге 7-мен көбейтеді ғой. 14, 21, 28 деп. Сөйтіпті бағана 77 теңге деп осылай істейді. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Сол үшін де 7 шелпек жұрт адамдар тамақтандыру садақа ниетінде болса проблема жоқ. Бірақ тағы да қайталап айтам,
иіс шығару керек. Иіс шығарсам соған аруақтар келеді деп ойлайтын болсаңыз, немесе жалпы үйден иіс шығу керек деп ойлайтын болсаңыз, иіс онда не үшін шелпектің иісін шығарасыз? Қазанға қаз салыңыз да қаздың иісін шығарыңыз. Қазының иісі шелпектің иісінен әдемірек қой. Может, оны көбірек жақсы көретін шығар. Сол үшін енді бұл әзіл әңгіме ғой. Ондай ойға кетуге болмайды. Біріншіден, 7 деген санға қатып қалуға болмайды. Екіншіден, ол міндетті түрде сол майға пісу керек деп ойласаңыз болмайды. Кез келген, мысалы, алыңызда тамақ алып тамақ таратыңыз. Сауап. Алыңызда бір сусын таратыңыз. Жеті емес. Мысалы, палау таратыңыз, нан таратыңыз, тағы басқа таратыңыз. Адамдар тамақтандырыңыз. Болды, сол сауапты іс. Ұстазым, маған сақалыңды ал дейді, не істесем болады дейді. Енді анаңызға түсіндіріңіз. Сақалда әртүрлі сақал болады. Лениннің сақалы бар, Маркстың сақалы бар, мұсылманның сақалы бар, Поптың сақалы бар, әлгі террористтің сақалы бар. Мәселе сақалда емес, мәселе сол баста, жүректе, көзқараста деп соны түсіндіруге тырысу керек. Ал сақал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті. Ұстаз, осындайды естіген, нәпіл намаз оқығанда ниетте бірнеше намазды айтуға болады деп мен естімегенмін. Ишрақ намаз деген сол духа намазы ғой. Күн шыққаннан кейін, жарты сағаттан кейін оқылады 2 ракат. Тилауат сәждесін жасағанда Аллаху акбар деп қол көтеріп такбир айтамыз ба? Жоқ, қол көтермей Аллаху акбар деп сәждеге барасыз. Сәжде 1 рет жасалады, 2 рет емес. Хатым оқығанда Құран дауыстап оқу керек пе? Дауысыңыз шығарып оқыңыз. Іштен оқуға да болады, бірақ дауысты шығарып оқыған дұрыс. Ұстаз, 5-6 жылдық қаза намаздың парызы ғана оқыла ма, сүндет ме? Жоқ, парызын оқисыз. Атамның есімі Мурсали еді дейді. Құранда Мурсалин деген сөздің мағынасы қандай? Мурсалин деген жіберілгендер деген сөз, яғни елшілер деген мағынада. Жын сүресі туралы не айтасыз? 40 реттен артық оқыса дейді. Кейбіреулер 40 реттен артық оқысаң жындарды көресің басқа деп жатады, бірақ негізі оған қатысты ешқандай бір сенімді риуаят жоқ. Егер әйелдер мен еркектер жұмыс істеп бірге ауызашарға барса, коллективпен әйелдермен жай әңгіме айтса болады ма? Еркектермен әңгімелесіп отыра беріңіз, әйелдер жақта өздері әйелдер бөлек отырсын, еркектер бөлек отырсын. Ол қалай, мысалы, ол жерде әуреті, ашығы бар, басқасы бар, сізге напротив қарама қарсы отырады, немесе жаныңызда отырады, денеңізге денені істейді. Ол болмайды. Әйелдер қауымы бөлек отырсын, еркектер бөлек отырсын. Әрқайсысының өзінің әңгімесі бар. Сүлеймен пайғамбардың дұғасын үшін шайтандардан қорғаған дұғалар қайсы сүрелерде оқимыз дейді. Мен өткенде оқып бердім бағанағы Рабби а'удhu бика мин хамазати шаятин ва а'удhu бика рабби ан яхдурун деген Муъмин сүресінде бар, соны оқысаңыз болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ми'ражда Аллахпен сөйлессе аспанда деп түсіну қате ме? Иә, қате. Иә, қате. Біз әхлі сүнна вал жамаа ақидасы Алла тағала мекеннен заманнан пәк. Аспан, жер жаратылмай тұрып, еш нәрсе жаратылмай тұрып Алла тағала бар еді. Алла қалай болған болса, қазір де солай, өзгерген жоқ. Ассаламу алейкум, менің үйленгім келеді, ата-анам өзім тауып берем дейді, атастырып дейді. Енді сізге ұнаса, жақсы деп келіссеңіз болады, ұнамаса айтсаңыз болады. Яғни жалпы бұл атастыру шариғатқа қайшы емес. Туылған күнмен құттықтап тілек тілеуге рұқсат па дейді. Енді негізі бұл мәселе тартысты мәселе. Енді тілек, мысалы, туған күні құтты болсын, басқа деместен енді түсінбейтін адам болса, хабарласып, Алла өмір жасыңыз ұзақ қылсын, қалған өміріңізге береке берсін деп тілек, дұға айтатын болсаңыз, енді ол жалпы қайшы нәрсе емес. Оразаны бірінші күн тұта алмадым, ол қаза бола ма? Әлбетте қаза болады. Ұстаз, хатымда Рамазан біткенше аяқтаған дұрыс па? Яғни 27-ші күні. Өзіңіз білесіз, ол нақты мына күні деген нәрсе жоқ. Ғана ұстазмен сәресіне әсем тұрдым, тамағым ішіп, уақыт жақындағанда аузым шаюға кетіп қалып, келсем сағат 1 минут өтіп кетіпті, оразаны жалғастырамын ба, қалай болады? Иә, жалғастырасыз. Алла қабыл етсін. Пайғамбарымызға Құран аяттары қалай түсті деді. Жибрил алейхиссалам арқылы түсті. Ұстаз, сіз Триполи университетінде оқыдыңыз ба? Иә, Жамиат Тараблюс деп аталады. Триполи университеті. Мен сол университетте шариғат факультетін бітірдім. Дәретсіз истиғфар айтуға бола ма? Иә, болады. Дәретсіз
Құранды ұстамастан Құран оқуға да болады. Құранды ұстамастан. Ұстаз oradan білмей ашып қойса, қаланың сыртындағы уақытпен ашса, қаладағы уақытпен арасы 1-2 минут болса дейді. Жалпы бұл жерде мәселе күннің батуы. Кейде кейбір әлгі күнтізбелерде кішкене страховка болады, 2-3 минут. Сол үшін мысалы 1 минут ерте ашып қойып жатсаңыз, 2 минут ерте ашып қойып жатсаңыз, күн батып кеткен болуы мүмкін. Сол үшін де бұл жерде мәселе жалпы күннің батуы. Ал Құран жаттағыңыз келе ме, медресеге түсіңіз. Арнайы Құран жаттататын медреселер бар. Сонда түсіңіз. Ұстаз, ерлер мен әйелдер бірге жұмыс жасаса субординация болу керек қой, соны айтып жіберіңізші дейді. Иә, болу керек субординация. Әуреттер жабық болу керек. Әдептен шықпау керек. Олар бана үстеріне бұрқыратып иісті суларын сеуіп келмеу керек. Ер мен әйел жеке қалмау керек. Құранда Алла Тағала «Фәлә тахдағна бил қаул фәятмә аллази фи қалбихи марад». Қыламсып дейме, қылымсып дейме, қалай, яғни былай әдейі дауысын өзгертіп, адамды қоздыратындай қылып дауысын өзгертіп сөйлемесін дейді. Сөз әдебін сақтау керек. Соның бәрін сақтау керек. Ұстаз, жүрек дертінен құтылу қандай жолы бар деді. Бізде мынау нәпсін тәрбиелеу деген сабағымыз бар. Сол жерде осы мәселелерге кеңінен тоқталғанбыз. Ютубта бар, тыңдап көрсеңіз болады. Тарауих намазын таң намазына 5 минут қалғанда оқыса бола ма? 5 минут қалғанда тарауих намазды қалай оқып бітірмекшісіз? 20 ракатты. Жоқ, болмайды. Ұстаз, жаназа намазы оқылмай тұрып Құран бағыштауға бола ма дейді. Жалпы енді бізде қалыптасқан, осы елімізде қалыптасқаны барып қойып келгеннен кейін бар Құран оқиды. Бірақ жалпы қайтыс болғаннан бастап Құран оқуға болады деген біздің мазхабта көзқарас бар. Духа намазды неше ракат қылып оқығанда, 2 ракат оқыңыз. Бекітілген сүннет намаздар орнына қаза намаздарды оқыса бола ма дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді ғой. Адамның бірінші парыз амалдары қаралады дейді. Парыз амалдар жетпей жатса, қараңдаршы, толықтыратын нәпіл құлшылықтар бар ма екен деп айтылады деді. Енді сіздің парызыңызда кемшілік кетеді, кемістік болады. Нәпіл соны толтыратын құлшылық. Енді сіз толтыратын құлшылығыңызды тастап қойсаңыз қалай болады? Енді қатты көп уақыт алмайды ғой. Артынан оқыңыз. Сүннет намазыңызды оқығаныңызда артынан қазасын оқыңыз. Үйі өртенген христианға пітір садақа берсе дұрыс па дейді. Егер ол адам ислам дініне қызығып жүрген адам болатын болса, көңілін тағы да жақындату үшін беруге болады. Себебі Құранда зекет алуға болатындар, енді пітір садақа да соның үкімінде ғой. Болатындардың қатарында «Вәл муаллафати қулубухум» айтады. «Вәл муаллафати қулубухум». Бірақ енді пітір садақасы көп емес қой, одан да басқаша көмектескеніңіз дұрыс болады. Оны мұсылмандарға беріп. Қайтқандарға жасалған дұға барзақтағы жағдайына әсер етеді ме, әлде қияметте ме деді. Барзаққа да әсер етеді. Барзаққа әсер етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынау 2 адам азапталып жатыр деді ғой. Қабір азабымен азапталып жатыр. Бірі ішкі дәретіне көңіл бөлмеген, яғни кіші дәретке отырған кезде дұрыстап тазаланбаған. Екіншісі адамдардың арасында өсек тасыған деді. Сөйтіп ағашты сындырып алды да, ағашты тығып қойып, осы ағаш құрғанша бұлардың азабы жеңілдейді деді. Ғұламаларымыз айтады, енді құрма ағашының пайдасы десе, Құранның пайдасы тимей ме деп ғұламаларымыз сөзін келтіреді. Өздерінің сөздері бар сондай. Сол үшін енді қабірдегі адамға Құран әсерін береді. Қабірдағы адам енді барзақтағы адам ғой. Араб тілі неге оңнан солға қарай оқылады? Себебі деді. Енді бәр нәрсе оң жағынан басталады ғой. Біз мысалы оң аяқпен бастаймыз, оң қолмен жейміз. Сол сияқты енді Құранның тілі оң жағынан басталады. Ассаламу алейкум, мәһір берілмеді, бірақ ажырасып кетсе не істейді дейді. Мәһір қарыз болып қалады, мәһірін беру керек бәрібір. Жилстрой Сбербанктен үй алу мәселесі бізде пәтуа бөлімі бар. Сол пәтуа бөліміне хабарласыңыздар да жағдайыңызды егжей-тегжейлі баяндаңыз, сөйтіп сол жақтан пәтуасын аласыз. Ата-ананың айтқанын істеп сәлем салып бас есек күнә емес пе деді.
жалпы иіліп сәлем беру ол құлшылық мағынасын, құлшылық ниетінде емес қой. Сол үшін егер талап етіп жатса, жоқ, күнә болмайды. Еңкейгенде ауызға аздап құсық келсе, байқамай бірден жұтып жіберсе, сыртқа шығармай, ораза бұзыла ма дейді. Енді сіз өзіңіз шығармастан өзі келіп қалып құсып жіберсеңіз, одан ораза бұзылмайды. Егер өзіңіз қолыңызды құсатын болсаңыз, оразаңыз бұзылады. Енді ол ауызға келді, мысалы, егер көп мөлшерде болатын болса, мысалы, сіз жұтынып жатқан нәрседен көп мөлшерде, түкіріктен көп мөлшерде кәдімгі құсық болып тұратын болса, оны байқамастан қайтып жұтып жіберетін болсаңыз, біздің мазхабтың үкімі, жалпы біздің мазхабта қателесіп істеп қойған нәрселер оразаны бұзады. Қателесіп істеп қойған нәрселер оразаны бұзады. Мысалы, аузыңыз шайып жатыр едіңіз, ораза екеніңізді білесіз, сөйтіп аузыңызға су кетіп қалды, байқаусызда. Сіздің оразаңыз бұзылады. Біздің мазхабта солай. Енді ұмытып жеп қойсаңыз, оған бөлек хадис бар, оны Алла өзі тамақтандырды дейді. Сол үшін ұмытсаңыз бұзылмайды. Ал қателесіп істесеңіз бұзылады. Сол сияқты мына жерде енді аузына шыққан нәрсені қайтадан жұтып жіберетін болсаңыз, байқамастан біздің мазхаб бойынша сол күніңізді қайтып тұтып бересіз. Балалары ата-анасына жаназа шығара алады ма? Иә, шығара алады. Алла тағала өзіне серік қосқандарды, кәпірлерді тозақта мәңгі қалдырады ма? Әлде соңында адамзаттың баршасын кешіріп тозақтан шығарады ма? Әхлі сүнна вал жаманың көзқарасы бойынша тозақта мәңгі, жәннатта мәңгі. Кәпірлер тозақта мәңгі болады. Мынау бізде Ибн Таймия рахимахуллахтың көзқарасы бар, ол көзқарас дұрыс емес, әхлі сүннаның көзқарасы емес. Ол кісі тозақ мәңгі емес дейді. Бір күні келіп, тозақ қаңырап қалады дейді. Тозақ қаңырап қалады. Бірақ кәпірлер жәннатқа кіреді демейді, топырақ болып жоқ болып кетеді дейді. Жазасын алып болғаннан кейін, ол миллиондаған жылдар болар, соңында күл болып кетеді деген осындай көзқарасты айтады. Бірақ әхлі сүнна вал жаманың көзқарасы Құрандағы аятқа сай, халидина фиха, олар онда мәңгі болады дейді. Ұстаз, Құраннан басқа кітаптар қай тілде түсті, осыны айтсаңыз дейді. Сол қауымының тілінде түсті. Құранда Алла тағала «Ва ма арсална мин расулин илля билисани қауми». Біз қандай да бір елші жіберсек, оны сол өзінің елінің, жұртының тілінде жібердік дейді. Муса алейхиссалам қай тілде сөйледі, сол тілде түсті. Айса алейхиссалам, мысалы, арамия тілінде сөйлеген болса, сол арамия тілінде түсті. Ұстаз, қайтыс болған адамның қарызын қалай қайтарса болады? Мұсылман емес туысқаны жоқ болса дейді. Мұсылман емес туысқаны жоқ болса дейді. Енді мүлдем туысқаны болмайтын болса, енді бұндай, Аллаху алем, енді бір адамзатқа пайдасы тиетін нәрсеге жұмсасаңыз, Алланың алдында оның қарызынан құтылған боларсыз. Ол мәселені тағы бір ұстаздардан сұрап көру керек. Ұстаз, дәретсіз Құран тыңдауға болады ғой? Иә, болады. Мен күйеуімнің рұқсатынсыз туысқандарға сөйлесе алмаймын. Тыңдауым керек пе? Жоқ, ата-анаңызбен сөйлестірмей қоюы, бауырларыңызбен сөйлестірмей қоюы дұрыс емес. Оның істеп жатқан ісі күнә. Өйткені туысқандық қарым-қатынасты үзу күнә, соған бұйырып жатса, оның бұйрығы күнә болады. Ондай кезде оған бағынуыңызға болмайды. Туысқандық қарым-қатынасты үзіп жіберуге болмайды. Ал енді кейбір қазіргі жаңадан түсіп жатқан келіндер бар, сондай әйелдер бар, күнде доклад жасап отырады. Ол өзінің үйінде не болып жатқанын төркініне айтып отырады. Енем бүйтті, атам бүйтті, бүгін мынандай тамақ істедім, мынаны бүйттім. Өзі енелері де қайта-қайта телефон шыққалы бәле болды. Звондай береді, сондай отбасылар бар. Енді күйеуіңіз оны қаламайды. Үйіңіздегі жағдайды, өзіңіздің ішкі жағдай, сырыңыз, оны төркініңізге тасуыңызға болмайды. Егер сіз сондай адам болсаңыз, әр нәрсені доклад жасай беретін, отчет беретін,
күніне 2-3 сағат сөйлесетін, соған тыйым салып жатса, онда оның тыйымы дұрыс. Туысқандық қарым қатынасты үзбеу деген сөз ол күніне 2 сағаттан сөйлесу деген сөз емес қой. Ондай кезде оның тыйымы дұрыс. Ал бірақ мүлдем сөйлеспе, мүлдем араласпа, қарым қатынасты үз деп жатса, әлбетте оның бұйрығы шариғатқа қайшы. Жұмыста әйелге шалбар киіп жүруге бола ма? Стройкада охрана жұмысында әйел намазхан болса дейді. Әйел адам намазхан болса, негізі охранада емес, басқа жұмыста істеген дұрыс. Бізде жалпы шариғатта әйелдің киімінің шарттары бар. Ең бірінші шарты бүкіл әуретті жабатын болу керек. Екіншісі киім тар болмау керек. Облегающий дейді ғой, дене бітімін көрсетіп, байқатып тұратын тар болмау керек. Үшіншісі прозрачный болмау керек. Яғни қазір кәдімгі перде сияқты киімдер бар ғой, ішінің бәрін көрсетіп тұратын. Ондай киім болмау керек. Одан кейін сиябу шухра дейді, адамдардың көңілін бөлетін, көңіл аударатын. Мысалы, кейбіреулер бір басқаша необычный киініп алады да, өтіп жатқан адамның бәрінің көңілі соған ауады. Олай киінуге болмайды әйел адамға. Және киімі басқа дін өкілінің киіміне ұқсамау керек дейді. Мысалы, монашкалардың киімі. Қарасаңыз, сыртынан қарасаңыз, кәдімгі шариғаттың киімі ол да әуреттің бәрін жауып тұр. Бірақ белгілері бар, сіз сол белгілерден ол әйелдің сол шіркеуде қызмет ететін монашка екенін білесіз. Оны мұсылманмен шатастырмайсыз. Сондай киімді киюге болмайды. Сол шарттар орындалса, онда шарттар орындалған кезде мұсылман адам Алланың талабын орындаған болып есептеледі. Бұл жерде мәселе сол енді. Күн күркіреген нені білдіреді? Құранда Алла тағала найзағай Аллаға тәсбих айтады дейді. Ұстаз, жаназадан кейін ас беру дұрыс емес пе дейді. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан шыққан осы жаназа және жерлеу рәсімдері деген кітап бар. Білуімше сайтта да бар. Сол жерде осы мәселелердің барлығы егжей-тегжейлі жазылған. Соны оқыңыздар, көріңіздер. Жерлеуге қатысты, басына бір белгі қоюға қатысты, ас беруге қатысты, кебіндеу мәселесі барлық сол жерде жазылған. Жаназа және жерлеу рәсімдері деген. Сол кітапты алып оқысаңыз, көп мәлімет аласыз. Сол кітапта, тағы басқа кітаптарда шыққан мақалаларда қазалы үйде қазан асылмасын деген осындай сөздер келеді. Жалпы шариғатта да талап солай. Тарауих намазын үйде оқуға бола ма дейді? Иә, болады. Тарауихтың соңында өтір уәжіп дауыстап оқи ма? Иә, дауыстап оқисыз. Ұстаз, әкем өмірден өткен еді, жақында қандай жақсылық жасасам болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір сахаба келіп сұрайды ғой, мен әке шешем дүниеден өткен, не істесем болады деген кезде айтады, ең бірінші нәрсе дейді, солар арқылы саған жалғанатын, саған тосқан болатын адамдармен қарым қатынасты үзбеу дейді. Яғни әкеңіздің көзін көрген мысалы достары бар. Солармен қарым қатынасыңызды үзбеңіз, хал жағдайын сұрап тұрыңыз. Солар арқылы сізге тосқан болатын, әкесі қайтқаннан кейін көп араласпай кетеді ғой. Сол әкесінің достарын танымай кетеді, хал жағдайын сұрамай қояды. Өйткені олар әкесімен араласып тұрған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол әкең арқылы жалғанатын адамдарға жақсылық жасауың деді. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам қайтыс болса, оның амалы тоқтайды деді. Бірақ 3 амалының сауабы барып тұрады деді. Соның бірі ізгі перзентінің артынан жасаған дұғасы деді. Артынан дұға жасап тұрыңыз. Ол жетеді бұйырса. Құран бағыштаңыз, садақа беріңіз. Артынан
мысалы мешіттерге, егер мешіт рұқсат беретін болса, барып Құран сыйлаңыз. Ол адамдар мешітке келіп Құран оқыған сайын сіздің әкеңізге сауап барып тұрады. Сондай бір атынан бәдәл қажылық жасаңыз, бәдәл умра жасаңыз. Осындай жақсылықтарды жасауға болады. Маған келіндер сияқты таға бер дейді. Жоқ, келіндер сияқты ол орамалды өзіңіздің әлгі махрам туысқандарыңыздың алдында таға аласыз. Ал бірақ бөтен адамдардың алдында жүзіңізден басқа жеріңіз жабық болу керек. Жолдасым жұмыста болғасын 5 күндік жұмаға бармай жүр, көп жылдан бері. Ол жұмыстан шығу керек пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім қатарынан 3 жұманы қалдыратын болса, себепсіз, оның жүрегіне мөр басылады дейді. Сол үшін ол өте ауыр нәрсе. Рызық Алладан, жұма ер адамға парыз, сапарда болмаса, ауру болмаса, онда жұманы оқуға мүмкіндік беретін жұмыс қарастыру керек. Пітір садақа жасөспірімдер бере ме? Пітір садақаны үйдің иесі өзінің атынан, әйелінің атынан, бала-шағасының атынан береді. Мен оқытылуға барған едім, сені аруақтар қысады, тәуіпшілікті қолға ал деді, сұлқаншылықты рас. Бұны айтып жатқан адам адасқан адам. Сізді қысып жатқан аруақтар емес. Аруақ деген ол рух, өлген адамның рухы, ол сізді қыспайды, сізді мазаламайды, келмейді сізге. Сізге келіп жатқан сол атаңыздың бейнесінде, әкеңіздің бейнесінде келіп жатқан сондай бір жындар, жалпы адамды мазалайтын жындар, аруақтар емес. Тәуіпшілікті қолға ал деп жатқан ол өзі тәуіп, сондай адасып жүрген біреу. Сол үшін ол нәрседен ұзақ болыңыз. Одан да барып, әлгі Құран аяттарымен жын шығаратын адамдар болса, соларға барып оқытылыңыз да, одан намаз оқыңыз, құлшылық жасаңыз. Қыз балаға Малика есімін қоюға болады ма дейді. Болады қоюға. Алланың әл-Мәлик есімінен алынған емес пе дейді. Малика деген сол патша, Мәлик. Я айюхал Мәлик. Ей патша деп, жалпы Алла тағалаға әл-Мәлик деп Алланың есімдерінің бірі. Бірақ кейбір есімдер бар. Мысалы, адам бұл дүниеде өмірде патша бар ғой. Соған да Мәлик деп айтылады. Әйеліне Мәлика деп айтылады. Жалпы қоюға болады. Ұстаз, сатып алған үйден кішкентай баланың дауысы шығады, не істеуге болады деді. Ол тек қана сізге ғана естіліп жүрген болса, онда психический расстройство болуы мүмкін адамда. Ол адамның өзіне сол құлағына сондай нәрселер естілуі мүмкін. Немесе шынымен де сол жерде бір жындар болуы мүмкін, мазалайтын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, Бақара, Әли Имрандар оқылған үйде жын болмайды. Сол үшін ол жер көп, ол жерде Құран оқылу керек, зікір етілу керек, құлшылық жасалу керек, харам нәрселер болмау керек. Сол кезде ол жер тазарады, иншалла. Ал егер естіп жатқан тек қана өзіңіз болса, басқалар естімей жатқан болса, онда мәселе өзіңізде болуы мүмкін. Өзіңізді емдеткеніңіз дұрыс. Емдету, бізде ойлаймыз, емдету тек қана жын деп. Тек қана жын емес, ол кейде бір психологиялық адамда кішкене ауытқу болуы мүмкін. Он 15 күннен артық болса, намазды толық оқу керектігін дәлелмен айтып жібересіз бе? 56 күн жүріп сапар оқып жүргендер бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис келеді. Сахабалардан келеді. Егер 14 күн болсаң сапар оқы, 15 күн оқитын болсаң, онда 15 күн болса толық оқы деген хадистер келеді. Сахабалардың солай істегенде келеді. Енді 56 күн жүріп сапар оқып жүргендер бар. Білмеймін қайдан алып жатқан. Ешқандай мазхабта жоқ. Біздің мазхабта 14 күн. Мысалы, Шафи мазхабында тіпті 4 күн сапар. Енді 56 күнді білмеймін қайдан алып жүргендерін.
қайын жұртым сиқыр дуа жасауын қоймай отыр, өте ауыр дуа сиқырмен жасайды, қатты шаршап кеттім дейді. Алла жеңілдігін берсін сізге, ол пәледен құтқарсын. Ұстаз, мен дұғамда сұрайтын, иманды, діннен хабары бар жар жолықсыншы, бірақ қазір тұрмыстамын, күйеуім ондай емес, асығып үйленіп кеттік, бұл маған берілген сынақ па дейді. Енді сол күйеуіңізді хидаятқа келтіруге әрекет жасау керек, сол жолда әрекет жасау керек. Енді күйеуіңіз бола тұра, енді басқа күйеу сұрамай, Алла, сол күйеуіме өзің хидаят бер, бірге намазға тұруды нәсіп ет деп солай дұға қылыңыз. Зекетті кімге берген дұрыс дейді. Зекетті егер туысқандарыңыздың арасында мұқтаж адам болатын болса, ағайын туысқандардың арасында мұқтаж адам болса, енді намазхан болса, сол міскін, кедей, қарызға батып қалған, соларға бересіз. Ұстаз, ол баланы сүндетке отырғызу, баланың жасы маңызды ма, тақсам болу керек деген жоқ, ондай нәрсе жоқ. Жалпы негізі ертерек істеп қоя берсе жақсырақ, өйткені микроб жиналмайды, ауырмайды. Әлі дүниеге келмеген сәбиге пітір беріле ме? Жоқ, берілмейді. Намазда фатихамен 4 сүрені айтыпты, қате болмайды. Бірақ реттік санын, реттік жағын ескерген дұрыс. Телауат сәждесін жасауға болады. Ұстаз, денсаулыққа байланысты ауызды ашып жібердім. Сол туралы қысқаша айтып өтіңізші дейді. Енді сол тұталмаған ауырған күндеріңізді ертең жазылғаннан кейін тұтып бересіз қайтадан, оразадан кейін. Ұстаз, Құран тәжвидсіз Құран хатым жазса болады ма дейді. Жоқ, Құран тәжвидпен оқу керек. Нәрия салауат туралы айтып кетсеңіз дейді. Салауат нәрия дейді, енді оны ол нақты бір сенімді деректерде келген нәрсе емес, салауат нәрия деген. Пітір садақаны туған қарындасыма берсем бола ма? Жолдасы жоқ, 2 қызы бар дейді. Туған қарындасыңыз егер үйі бөлек болатын болса, сіз оған ақша жұмсап отырмаған болсаңыз болады. Қыз балаға жақсы мұсылманша қандай есім қоюға кеңес берер едіңіз? Мұсылманша есімдер деген бар, соны неден көрсеңіз болады. Google-да мағынасымен бірге, содан таңдайсыз ішінен. Дәрет жоқ болып, қолғап киіп, Құран оқуға бола ма дейді. Жалпы Құранды сыртына бір нәрсемен ұстауға болады негізінде. Енді бірақ енді ұзақ уақыт қолға ұстап отырғанда, егер дәрет алуға мүмкіндік болмаса, енді болады жалпы. Вакцина туралы не айтасыз? Мен айттым, вакцинаға қатысты, вакцина салдырсаңыз, өзіңіз білесіз, салдырмасаңыз да мемлекет ерікті деп жатыр. Оның пайда зиянына келетін болсақ, мен білмеймін. Истихара дұғасы жайлы айтыңызшы дейді. Истихара дұғасы мұсылман қорғанында жазылған. 2 ракат намаз оқып, сол дұғаны жасайсыз. Құранды қазақша мағынасымен оқып хатым қылса сауап бола ма? Енді Құранның аудармасын түсінуге тырысқаныңыз үшін аудармасын оқығаныңызға сауап болады, бірақ ол хатым болып есептелмейді. Лаухи махфуздағы өзгере ме? Біздер өзгермейді деп өттік деді. Лаухи махфуздағы өзгермейді. Анасының ішінде жатқан сәбиге пітір садақа беріле ме? Жоқ, берілмейді. Туылған болса, бұл беріле береді.
сіз отбасыңыздағы әрбір жанға бересіз, жасөспірім болсын, басқа болсын. Ал енді сіз үйдің үлкені ретінде бересіз. Ал бірақ ол өзі жеке беруге міндетті ме? Жасөспірім жоқ. Балиғатқа толғаннан кейін міндет болады. Шешімінде күмән көп болады. Бір діндегі бауырымыз айтады, Аллаға деген тәуекелің дұрыс емес, сенің толық емес дейді. Дұрыс тәуекел жасаудың жолын айтыңызшы. Тәуекел деген ол Алла тағала бұйырғандай керек нәрсені істеп, одан кейін нәтижесін Аллаға тапсыру. Нәтижесін Аллаға тапсырасыз. Алла, мен сапалы жер таңдадым, жақсы құнарлы жер таңдадым, сапалы дән таңдадым, дәрісін септім, суын суардым. Алла, өзіңе тәуекел еттім, сенің қолыңда, сен нәтижесін берушісің деп, әрдайым себебін жасау керек. Не керек, соны жасау керек, нәтижесін Аллаға тапсырасыз. Қайрылықты бітірген соң тағы да қандай білім алуға кеңес бересіз? Енді сол Құранды түсініп, мағынасын түсіну үшін ары қарай білім алу керек, шариғат білімдерін. Жарапазан айтқан дұрыс па дейді. Енді ол мубах нәрсе, өзіңіз білесіз. Жарапазан, біреулер жарамазан деп жатады. Жарамазан деген сол араб тіліндегі Рамазан келді деген сөзден алынған дейді. Кейбіреулер пайғамбар айтқан жарамазан дейді. Пайғамбар саллаллаху жарамазан айтпаған, бірақ құрметті жамағат, оразаға қатысты сұрақтар қойылса, шланг жұтты, ораза бұзыла ма дейді. Неден қарап көріңіз, мен қазір бұл мәселені қарамағаныма көп болды. Мынау бізде сайттарда оразаны бұзатын жағдайлар жазылған. Қазір мен есіме түспей тұр ол мәселе. Оразаның соңғы 10 күнінде берген садақаның маңыздылығын айтасыз дейді. Енді оразаның соңғы күнінде, соның ішінде тақ күндері, тақ түндері беріп отырыңыз. Сол кезде ол 1000 айдан хайырлы дейді. Жасаған амалыңызда сол 1000 есе болады бұйырса. Макрух уақытта сәжде жасаған болсам, қайтадан жасау керек пе? Жоқ, жасау керек емес. Дәрет алып оқысаңдар Құранды дейді, әлде қиын ба? Енді әртүрлі жағдайда болады ғой. Мысалы, біреу жұмыста болады, біреу полиян басында болады, біреу постта болады деген сияқты. Сол үшін адамдарға түсіністікпен қарайық. Ұстаз бөтен әйелге әдейі құмарлықпен қарау күнә ғой. Көшеде жүргенде қайда қарасаң да ел болады, сол қалай болады. Енді көзіңізді сақтайсыз, көзіңізді төмен түсіріп. Пайғамбарымыз Алла тағаланы көрген бе? Дұрысырағы, енді екі көзқарас бар. Айша анамыздың, Ибн Аббастың, дұрысырағы көрмеді. Құран неге оқуға болмайды аруақтарға деді. Аруақтар оқып, сауабын бағыштай бересіз, соны болмайды деген ешкім жоқ. Қаматты имам есту шарт па дейді. Ол мәселе есінде жоқ. Біз ажырастық, бірақ күйеуім үйде қонып жүре берем дейді. Ол өзі басқа әйелмен бірге болып жүр. Не істесем болады? Үйге келме десем келіп жүр. Дұрыс па, жолдасымнікі дейді. Егер мысалы бірінші рет ажырасқан болсаңыздар, немесе бір талақ берген болса, бірінші талақтан кейін айдда деген өз мерзім бар. Негізі ажырасу немесе талақ сол таза күндерінде, әйелдің таза кезінде қосылмай тұрып берілу керек. Мысалы, айлық әдеті бітеді ғой, содан кейін таза күндерінде қосылмай тұрып беру керек. Содан кейін енді қайтадан сол айлық әдеті келеді бір рет, одан кейін тазарады, одан кейін тағы айлық әдеті келеді екінші рет, одан кейін тазарады, одан кейін айлық әдеті үшінші рет келеді. Сол үшінші рет айлық әдеті біткеннен кейін неке үкімін жояды. Егер ол бірінші рет талақ берген болса, бірінші талақтан кейін, екінші талақтан кейін үйге келіп қона алады. Және сол арада
әлгі айда кезінде қайтадан жарасып кететін болсаңыздар, некелеріңіз жалғасып кете береді. Некелеріңіз жалғасып кете береді. Егер өзі талақ берген болса. Ал енді сот ажыратқан болса, онда оны байнуна суғра дейді. Байнуна суғра деген, яғни ол қайтадан сол айда дейді, арнайы мерзім біткеннен кейін некесін жаңалау керек. Некесін жаңалау керек болады. Ондай кезде келіп қонбауы керек. Ұстаз, Құранды кириллицамен оқыса қалай болады? Иншалла араб тілін үйрену ниеттеніп жүрмін. Алла ниетіңізге жеткізсін. Негізі кириллицамен артығымен оқи берудің қажеті жоқ. Бұрын оқылмаған намазды қалай оқимыз дейін. Парызымен өтірін оқисыз ғой. Тәурат, Инжил, Забур кітаптары қай тілде түсті? Осыны кеңінен айтсыңызшы деді. Оның бір қазіргі біздің күнделікті өмірімізге тікелей ешқандай қатысы жоқ мәселе бұл. Сол пайғамбарлар сөйлеген тілде түсті. Жүрек ауруларына зікір дұғалар бар ма деді. Енді жалпы Алланың есімін көп зікір қылыңыз. Екінші намазын түсінбей жүрмін, түсіндіріп бересіз бе? Үшінші, төртінші ракатта Фатихадан бұрын Субханака аузу биллахи айтамыз ба? Қосымша сүре оқимын ба? Қосымша сүре оқымайсыз, парызда Субханаканы айтпайсыз, аузу биллахи айтпайсыз, тек қана тұрасыз да бисмиллахи рахмани рахим деп Фатиханы оқып кете бересіз. Сәжде намазында деді. Қандай намаз ол сәжде намазында? Ассаламу алейкум, ұстаз, вакцина салдыртасыз ба деді. Енді мәселенің барлығы болашақта сол вакцинаға келіп тірелейін деп тұр ғой. Умраға барғың келсе, ол жақта да вакцина, қажылыққа барғың келсе, ол жақта да вакцина, анда вакцина, мұнда вакцина, елден сыртқа ұшу үшін вакцина. Енді салдырту керек болса, салдыртамыз. Тақсан болғасын, жет шелпек сияқты, тақсан қасиетті деген бар дей ма, сондай бар ғой дейді. Жалпы Алла тағала уитр, тақ және тақты жақсы көреді деген бар ондай сөз. Бірақ ол дегеніміз, яғни бұл садақа мәселесінде бәрін тақ қылып беру керек дегенді білдірмейді. Оны білдірмейді. Одан кейін, мысалы, 7 сан нақты, енді 7. Фатиха 7 аят деді, бірақ мына жақта тозақ, мысалы, тозақ 7, жәннат 8. Сол үшін бүйтіп алатын болсақ, жалпы қасиетті сандар көп, егер олай қарастыратын болсақ. Неге комментарийден блокқа қойып тастадыңыз деді. Білмеймін, мен ешкім блокқа қойған жоқпын. Алла тағала өзіне серік қосқандарды сұрақ қайталанып. Ұстаз, Алла разылығы үшін қой соямын дегеннің, сол қойдың ақшасын қиналған туысқаныма берсем бола ма? Екеуі тең бола ма деді. Егер қой соямын деп нәзір еткен болсаңыз, онда қой союыңыз керек. Егер нәзір етпеген болсаңыз, онда берсеңіз туысқаныңызға болады. Сұрақ қойыпты, бір астеист намаз оқып дуа жасап түсінбедім мен. Ұстаз, жүрек дертінен құтылудың қандай жолы бар? Енді жүректің дерттері көп.
жүректің бір ғана дерті жоқ. Жүректе мысалы рия деген бар. Оны риямен күресу бөлек болады. Сараңдық бар, онымен күресу бөлек болады. Ашушаңдық бар, онымен күресу бөлек болады. Көре алмаушылық бар, онымен күресу бөлек болады. Мына ютубта мен имам Ғазалидің кітабынан сабақ өткем, Ихя улумиддин деген, нәпсін тәрбиелеу деген тақырыппен тұр. Азан кезет сайтында, Азан кезет парақшасында тұр. Сол жерге кіріп тыңдасаңыз болады. Дәрет болмаса да Құран сүре тыңдауға бола ма дейді. Болады. Имам иқаматты есту шарт па депті. Мен бағана айттым. Бұл мәселе қазір есімде жоқ дедім. Өйткені енді не дейді? Кейде мынаны оқисың, кейде мынаны есіңнен шығарады. Бір мәселелерді ұзақ уақыт көрмейсің, ол да естен шығады. Сол үшін де ол мәселе ондай деталі есімде жоқ қазір. Кейін қарасам айтам бұйырса. Мысалы, бір сүрені оқып, Фатиха артынан аруақтарға қалай дұға жасалады? Я Алла, соларды рахымыңа бөле, күнәләрін кешір, қабір азабынан сақта, осы оқыған Құран сауабын нәсіп ет. Бұрын оқылған қаза намаздар міндетті түрде өтеу керек пе? Егер мұсылман болған болса, ол адам намаздың парыз екенін білген болса, иә. Егер дінді қабылдаған, жаңадан қабылдаған біреу болатын болса, жоқ, міндет емес. Бірақ мұсылман болса, сол намаздың парыз екенін біліп жүрген болса, онда оқу керек. Тоғызыншы сыныптан кейін қыз бала оқитын медресе бар ма Нұр-Сұлтанда дейді. Енді оны сол мешіттерге барып сол жақтан сұраңыз, мен білмейді екенмін. Бауырлар, анандай жамағат, мынандай жамағат деп. Енді қазір оразада, тем более оразада отырмыз. Ондай сұрақтардың қоюдың қажеті жоқ. Ондай сұрақтарды келіп жеке қойып, жеке пікір алсаңыздар болады. Андай көпшіліктің арасында керек жоқ. Пәленше туралы не дейсің, түгенше туралы не дейсің деген сөздің. Ұстаз дәретсіз дастарханда Құран міндетті түрде дәретін оқу керек па? Жоқ. Бауырлар, Құранды ұстап отырып оқымасаңыздар, жатқа дәретсіз оқи бересіздер. Ол күнә емес, оқуға болады. Тәһәджүд намазын, таң намазына қанша минут қалғанға дейін оқуға болады деді. Енді таң атқанға дейін оқуға болады. Асылбек Келдібек, Алла тағала зейінін ашып, пысық қари болып шығуын нәсіп етсін. Фатиха сүресінде даллин емес, заллин деп оқитын адамдар бар екен. Негіз қайсы дұрыс дейді? Негіз даллин де дұрыс емес, заллин де дұрыс. Араб тіліндегі ба деген әріп бар. Сол ойлап даллин деп, ба деп оқисыз. Ол таза д емес, мынау біздегі, және з емес. Бірақ кириллицамен жазған кезде д көбірек келеді, з-дан көрі. Шафи мазhabында ислам парыздарын амал етпеген адам мұсылман болып саналады. Жақсы, осымен сұрақ жауабымызды тамамдайық. Жаны қатты қиналып жүр, Алладан күнде сұрайын, балам сөйлеп кетсінші деп. Алла балаңыздың сөйлеп кетуін, сайрап кетуін нәсіп етсін, Алла тағала. Төле би, Қазыбек билерде шешен етсін. Ассаламу алейкум. Якул есімін Құраннан қойыпты. Мағынасы қандай деді? Якул. Енді якулу болса, айтады деген мағынаны білдіреді. Якул болса, ол якул деп айтылмайды, жалпы якул.
Валам якул лаху, мысалы, куфуан ахад. Валам якул лаху. Ешкім Аллаға тең емес деген сөз. Ол жердегі якул емес, негізі якун. Негізі якун. Артынан ләм келгенден кейін ләмға кіріп кетеді де якул болады. Енді білмеймін, нақты қай сөзді қойғандарын, Аллаху алам. Мағынасы қандай, ауыстыруға бола ма? Ауыстыруға болады, атты ауыстыруға болады, иә. Тағдыр адамның есіміне байланысты ма дейді. Нақты дерек жоқ, байланысты деген. Құран хатын тәжвидсіз оқуға бола ма? Жоқ. Ұстаз, қыз бала мен ұлдың интернетте танысуы дұрыс па деді. Енді қазіргі заманның танысуы басқаша болып кетті ғой. Енді ол мәселенің бәрін жеке-жеке негізі. Енді танысуы дегенде негізі менің өзім пікірім, ойым ондай жолмен емес, кәдімгі енді бірақ болмайды деп айтуға да келмейді. Қазір арнайы сол шариғаттың талаптарымен неке сайттары да бар, арнайы таныстыратын. Бір кездер бір мешіттің жанынан да ашылған еді. Енді басында ант ішіп кіреді. Мен ант ішемін, осы беріп жатқан мәліметтердің бәрі дұрыс деп. Сөйтіп сонымен кездескендер де бар. Енді бәрі әлбетте шариғаттың шеңберінде болу керек қой. Қаза болған намаз оқығанда қамын айтыла ма? Айтылады. Әйел дінсіз болса неке жүре ме? Жоқ, жүрмейді. Жақсы, көз шаршады, біраз отырдық. Қолдан келгенше жауап беруге тырыстық. Енді мына жерде балам медреседе оқитын еді, 3-ші курс тамамдап оқып жатыр. Қазір телефонмен ауырып қалды дейді. Білмеймін, енді ұстаздарына келіп сөйлестіріңіз, түсіндіріңіз. Алла хидаят берсін, енді не деуге болады оған қатысты. Әйелдер оқытатын жер бар ма? Жасым 37-те дейді. Бізде жалпы қыздар медресесі бар. Ол жердегі жас шектеуі қанша, мен оны білмеймін. Барып, сол жерлерге барып сөйлесу керек. Қыздар, қарилар медресесі бар Шымкентте, одан кейін Шамалғанда қыздар медресесі бар, қай жерде бар еді қыздар медресесі, Сарыағашта қыздар медресесі бар. Университет бар, Нұр-Мүбарак, білім алуға. Барып сөйлесу керек. Ұстаз, Фатиха сүресін оқығанда ең соңғы аятын созамыз ба, созбаймыз ба дейді. Созасыз, 6-ға созасыз. Ұстаз, дастархан басында Құран оқығанда ұзақ сүре оқыған дұрыс па, аз ба? Өзіңіз білесіз оны. Ол жерде нақты мынандай деген нәрсе жоқ. Ұстаз, фиқ кітаптарды қайдан сатып алсам болады дейді. Мешіттердің жанындағы дүкендерден алсаңыз болады. Шахуаттан тамшы шығып кетті, осыл аламыз ба дейді. Жалпы былай, егер мәзи шыққан болса, дәрет бұзылады, осыл ораза бұзылмайды. Егер мәни шыққан болса, мәзи деген әдетте адам мысалы қозып кетсе, содан кейін басылған кезде шығатын су. Ол дәретті бұзады, киімді былғайды. Бірақ осылды бұзбайды, оразаны бұзбайды. Ал мәни шығатын болса, сперма, онда егер ұйықтап жатып шығатын болса, ораза бұзылмайды. Осыл бұзылады, осыл аласыз. Ал егер адам өзі сол нәрсені істейтін болса, әлбетте оны істеуге болмайды. Дініміз оған тыйым салады. Өйткені Алла тағала олар өздерінің әуреттерін сақтайды. Тек қана әйелдерімен және күңдерімен ғана болады. Демек, бұдан басқа жолдың барлығы тыйым салынған, өзін ләззаттанудың басқа жолдар тыйым салынған жол болып табылады. Анонизмге дінімізде рұқсат жоқ. Ондай кезде ораза да бұзылады, осыл да бұзылады. Дәрет болса да. Көзді бірден алып қашу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ан-назаратул ула лак ва thaniya алейк дейді.
бірінші қарау ол саған күнә болып жазылмайды дейді. Яғни көзің түсіп кеткен кезде. Бірінші қарау дегенде бірінші қарау күнә емес екен деп ұзағынан қарап алайын деу, ол болмайды. Ондай мағынада емес. Көз түсіп кетті, сіз кейде қаламаған рекламалар шығып кетеді. Ондай кезде одан қашу керек. Ал бірақ ұзағынан қарап отырсаңыз, онда ол үшін сіз көз зинасына түсесіз.